Құрметті төраға, қадірлі әріптестер, ең әуелі маған маңызды әрі жауапты міндетті жүктеп, үлкен сенім білдірген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа шынайы алғысымды білдіргім келіп отыр. Сондай-ақ мәжіліс мінберіндегі 5 жылдық қызмет мен үшін үлкен саяси мектеп болды. Толассыз тәжірибе мен шынайы мемлекетшіл болу, әрі отаншыл болуды осы мінберден мен үйрендім. Дәл осы залда әрбір саланың майталмандары отыр. Сіздермен тізе қосып, ортақ мақсатқа жету жолында біз біршама салиқалы әрі жемісті жұмыс атқарғанымызға бек сенімдімін. Ең бастысы бәріміз бірлесіп, еліміздің ең басты мұраты әділетті Қазақстан құру жолында әрқайсыңыз аянбай, майталмай еңбек етіп келе жатқаныңыздың мен куәгерімін. Тағы да қайталап айтайын, президенттің түбегейлі әрі кешенді саяси реформаларын мүлтіксіз орындауда әрбір мәжіліс депутатының қажырлы еңбегін біз көріп жүрміз.